Ертеде алыс бір шалғай елде көкөністер патшалығы мен жемістер орманы қатар өмір сүріпті. Бұл екі елдің тұрғындары көңілді, мейірімді, еңбекқор екен. Бірақ бір ғана нәрседен үнемі таласады екен. Олар қайсысы пайдалырақ деп әркез дауласып жүреді екен. Бір күні ортаға ақсақалды, мейірімді сәбіз ата шығып: балаларға көзге жарық беремін, күш-қуат беремін. Сондықтан мен өте пайдалы боламын дейді. Оның қасында тұрған қып-қызыл, күлімдеген қызана қыз жауап беріп: тек сіз ғана емес, алма мен алмұрт та өте пайдалы дейді. Дәл сол сәтте аспаннан жылы сәуле шашып күн ана көрініпті. Ол мейірмен сөйлеп: балаларым, таласпаңдар. Сендердің әрқайсың пайдалысыңдар. Балалар өздері айтады дейді. Сахнаға қызыл, дөңгелек алма шығып: мені жеген бала дені сау, мықты болады дейді. Жасыл, сүйкімді алмұртта қосылып: ал мен күш-қуат беремін, өте дәмдімін дейді. Қып-қызыл қызылша: мен қанды тазартып, денені күшті етемін дейді. Томпақ картоп та шығып: менің көмегіммен көп тағам піседі, мен де балаларға күш беремін дейді. Сол кезде кішкентай бала бәріне қарап тұрып былай дейді: неге таласасыңдар? Сендердің бәрің де керексіңдер. Біз жемісті де, көкөністі де жақсы көреміз дейді. Жемістер мен көкөністер бір-біріне күліп дос болыпты. Сөйтіп олар бәрі бірігіп денсаулық бағы деген үлкен, әдемі ел құрыпты. Сол бақта балалар күнде жеміс пен көкөніс жеп дені сау болып өсіпті.